Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгін қазақ әдебиеті пәнінен парасат пайымы бөлімі бойынша сабағымыздың тақырыбы Ораз Ақын Асқар шетте жүрген бауырларға өлеңімен танысамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаттары: қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ құндылықтарды анықтаймыз, шығарманың идеясына адамгершілік құндылық тұрғысынан баға береміз, көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс жасаймыз. Енді біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабағымызды қайталап пысықтап алайық. Талап Сұлтанбековтің көшпелі алтын деген әңгімесі бойынша сабағымызды қайталайық. Ең бірінші сауалым: ғылыми фантастикалық жанры дегеніміз не? Талап Сұлтанбековтың өмірі мен шығармалары. Жазушы шығармасын неге көшпелі алтын деп атаған? Алтынға қатысты қандай нақыл сөздер, мақал-мәтелдерді білесіңдер? Және шығу төркінін айтыңыздар. Осы өткен сабақ бойынша келесі бірдің тапсырмамыз: шығарманың негізгі идеясы туралы тұжырым жасайық. Тұжырым жасау үшін мына стикерлерге сіздер негізгі идеясын, менің көзқарасым, әңгімеден түйген өмірлік тұжырымымызды жазып тақтаға ілеміз. Енді біздің келесі кезегімізде жаңа сабағымызды бастамас бұрын мына халық мақалына көңіл бөлейік және зерделі ойға. Ат айналып қазығын табар, ер айналып елін табар. Осы мақалада не түсініп отырсыздар? Енді біз қарайық көңіл бөліп. Ат айналып орман тоғайда жүрсе, тау далада жүрсе де өзінің иесіне, өзінің үйіне келеді. Ал ер айналып елін табар дегенді қалай түсінесіңдер? Кез келген адам шетелде оқуы мүмкін, жұмыс істеуі мүмкін, бірақ оқуы жұмыс біткен соң міндетті түрде еліне қайтады. Әрине, бәрі қайтпаса да көбі өз отанына, еліне келгісі келеді екен. Ал енді мына зерделі ойға көңіл бөлейік. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мына зерделі ойына көңіл бөлейік. Шетелдегі әрбір қандасымыз қазақ елінің бір түйіршігі дейді. Неге ол бір түйіршігі? Әрине, сіздер білесіздер, бүкіл Қазақстан жеріне емес, шетелдің барлық жеріне тарыдай шашылып кеткен қазағымыздың әрбір қазағымыз, яғни біздің қазақ елінің бір түйіршігі деп айтқанын қайтеміз, көріп отырмыз. Енді ат айналып қазығын табар, ер айналып елін табар деген жаңағы айтқан мақалымызға негізге ала отырып, мына суреттерге көңіл бөлейік. Мына суреттерде біздің танымал адамдарымыз, қазақтың мықтыларының есімі арқылы сабақты біз қазір болжаймыз. Бұл суреттегі тұлғалардың біздің сабағымызбен қандай байланысы бар екен? Ал ең бірінші суретте Қанат Ислам, спортсмен боксшы, Ибрагим Ескендір, тележүргізуші, Майра Мұхамедқызы, әлемге танылған әнші, Төлеген Айбергенов, ақын, Қабдеш Жұмаділов, жазушы, Әділ Слаймхан, әнші. Енді осыларды неге біз сабаққа байланыстырып отырмыз? Өйткені бұл адамдардың бәрі шет елден келген қандасымыз, оралымнандарымыз. Бұлардың барлығы кімдер екен? Біздің қазіргі танымал жарық жұлдыздарымыз екен. Яғни бұл адамдарды мына астында көретін сілтемеден де оқып көруге болады. Енді тағы осы туған жер деген жігіттер тобының әнін тыңдап көрейік барлығымыз. Ал тыңдадық әніміз, қандай тамаша ән екен. Енді біздің бүгінгі ақынымыз Ораз Ақын Асқармен толығырақ мәлімет алып танысайық. Оны сілтемеден де көре аласыздар. Ораз Ақын Асқар. Ораз Ақын Асқар 1935 жылы 16 мамырда Шығыс Түркістан өлкесінің Іле аймағына қарасты Мүкей Қаратас деген жерде дүниеге келген. Бастауыш білімі Сарыбұлақ мектебінде алып, білімді Қолшақ қаласындағы білім жұрты деп аталатын гимназияда оқыған. 1951 жылы Үрімші қаласында ашылған Ұлттар институтының тіл және әдебиет факультетіне түсіп, оның 2-ші курсын аяқтағаннан кейін Шыңжаң газеті редакциясына қызметке тұрады. Бұл жылдары сол газетке және Шұғыла журналына өлеңдері жиі жариялана бастайды. 1955 жылы ата мекені Қазақстанға көшіп келіп, 1961 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітіріп шығады. 1955 жылы жарық көрген Қос жүрек атты жас ақындардың ұжымдық жинағына өлеңдері енген.
Біраз жыл Қазақ КСР ғылым академиясының Шоқан Уәлиханов атындағы тарих, этнография және археология институтында кіші ғылыми қызметкер, одан кейін Қазақстан жазушылар одағының көркем әдебиетті насихаттау бюросында нұсқаушы, Республика кітап палатасында бөлім меңгерушісі, Жалын баспасында аға редактор болған. Қазақтың қара өлеңін жинап 2 томын бастырды. Сонымен бірге Балауса баспасында әдеби мұра бағдарламасына орай әлем балалар әдебиетінің қазақ тіліндегі 50 томдығын шығару жұмысына да атсалысты. 1996 жылдан Қазақстан жазушылар одағының басқармасының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, ерен еңбегі үшін тәуелсіздіктің 10 жылы медальдарының иегері, Мұқағали атындағы сыйлықтың иегері, Панфилов ауданының құрметті азаматы. Енді құрметті азаматы, бұны Оразақын Асқарды да Қазақстан жерінің тумасы емес екен. Бұл да шетте Қытай жерінде өмір сүріп, Қытай жерінде дүниеге келіп, кейіннен Қазақстанға келген көріп отырсыздар. Енді осы Оразақын Асқардың шетте жүрген бауырларға деген өлеңімен танысайық. Шетелге кетсеңдер де бауыр басып, құтты орын тепсеңдер де ауырласып, ата жұрт шақырады тұқымым деп, құшағын байтақ дала тауындашып, бөленіп онда бәрін байлық баққа, тіпті ие болсаңдар да атақ даңққа, бірге ұрпақ барсын жарқын болашаққа, бұрындар көшті ата мекен жаққа. Қазағың жетті желгі арманына, жағдайдың қарамаңдар бар жоғына, ілінбеу үшін елдік бірлік керек, ешқашан енді ешкім қармағына. Уақытша көрсеңдер де қиыншылық, мың артық күн кешуден қорқып бұғып, қожа боп өз жерінде, өз елінде, не жетсін тер төгуге соны ұғып. Астында өз аспаның, өз туыңның, өз ауа, нәрін жетіп өз суыңның, қандастар, қапы қалма орны бөлек, күнде өз ән ұраныңмен оянудың. Мәнге сәттерін көп елде өтетін, озбыр жоқ сыбағаңнан кенде ететін, бәріміз ұйымдасып көркейтейік қазақтың бейбіт дербес мемлекетін деген өлеңінмен таныс болдық. Енді осы өлеңмен таныс болдық. Сілтемеде өлеңде беріп отыр аудио нұсқасы. Енді осы өлең бойынша біз тапсырмаларымызды орындайық. Бірінші тапсырма: өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол. Өз үйім өлең төсегім, бірлік түбі тірлік. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне. Жоғарыда айтылған мақал мәтелдердің мағынасын көрсете алатын өлең үзінділерін көрсетіңіз. Оған қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз. Бәріміз осы мақалға көңіл аударып, үзіндімен жұмыс жасайық. Жақсы. Енді осы өлеңіз бойынша біз екінші тапсырманы орындап көрейік. Екінші тапсырмамыз тест тапсырмасы. Тест тапсырмасының сұрақтарын оқып берейін. Жауаптары 4 жауап, біреуі дұрыс. Асқар Оразақынның шетте жүрген бауырларға өлеңі қандай ұйқасқа құралған? Екінші сұрақ: құшағын байтақ дала тауындашып деген өлең жолында көркемдегіш құралдың қай түрі қолданылған? Бірге ұрпақ барсын жарқын болашаққа, бұрындар көшті ата мекен жаққа деген өлең жолдарында қай тәсіл қолданылған? Енді осы өлеңде біз әдеби теориялық ұғым бойынша, бұл өлеңде біз жаңағы мақалдар мен нақыл сөздермен өз пікірімізді айтуға тырысайық. Келесі жұмысымыз кестемен жұмыс. Ақынның қандастарымызды елге шақырудағы мақсаты қандай? Яғни осы мақсатты 3 негіз түрінде осы кестеге толтырамыз. Бәріміз дәптерімізді ашып, осы 3 негізін жазайық. Енді біз сөз маржандарына көңіл аударайық. Білгенге маржан бойынша бізде диаспора, қазақ диаспорасы деген сөз болады. Осы сөздің мағынасын, ұғымын ашып көрейікші. Грек диаспора, грек сөзінен шыққан белгілі бір халықтың біраз бөлігінің өз елінен тыс өңірге орын тегуін білдіретін ұғым екен. Қазақ диаспорасы Қазақстан Республикасынан шет аймақтарда тұратын қазақтар. Қазақтар сыртқы шекарадан өтіп, Қазақстаннан Қытайға, орталық Азия мемлекеттеріне, Ауғанстан мен Иранға, одан әрі бүкіл дүние жүзіне таралған екен. Яғни бұл қазақ энциклопедиясының алып отырған сөз маржандары. Шетте жүрген бауырларға өлеңін қорытындылауға арналған тапсырмаларды орындайық. Бәріміз көңіл аударайық. Мына тақтада жазылып тұр: шығарманың жанры қандай?
өлеңнің басты идеясы қандай? Шетелдегі қандастар туралы қандай мәліметтер білесіңдер? Шеттегі қазақтардың елге оралуынан ұтарымыз не? Еліміздің егеменді қалған кезіне шолу жасап көрейік. Ал балалар, біз енді мына суретке көңіл бөлейік. Шетте жүрген бауырлар деп аталады бұл суретті. Қош келдіңіздер демекшіміз. Осы суретте сіздер көріп отырсыздар, бізге шетелден келген өзінің қандастарымыз өз отанына келіп, мына жиналыстарға қатысып, әртүрлі құрылтай өз еліне келіп, ұшақпен, пойызбен келіп, мына қандастарымыздың көңілді көтеріңкі күйін көріп отырмыз. Бұлардың қандастарымыздың барлығы қазіргі таңда Қазақстан жерінде жұмыс істеп, білім алып, Қазақстанның гүлдеуіне өз үлестерін қосып жатыр. Мына суретке көңіл аударайық. Биыл бізге Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл. Яғни 1989 жылдан бастап біздің қазақ жеріне бүкіл әлемдегі қазақтарымыз, өзіміздің қандастарымыз өзінің тарихи отанына оралды. Осы отанына оралып, олар да білімін жалғастырып, жұмысын жалғастырып, өз үлестерін қосуда. Сабағымыздың соңында жер қыртысы деп кері байланыс жасайық. Жер қыртысы арқылы мынадай сұрақтарға жауап берейік. Не үйрендің, не білдің бүгінгі сабақта? Бүгінгі сабақтың қызықты жері қай жері болды? Қандай мәселе қиындық туғызды? Ең құнды мәселе қандай болды? Менің ұсынысым не ұнамады? Осы сұрақтарға бәріміз жауап берейік. Жақсы, жауаптарыңыз жарайсыздар. Енді үйге тапсырма. Үйде біз шығармашылық жұмыс жасаймыз. Біздің мына алдында оқыған өлеңні негізгі ақпаратын негізге ала отырып, өзіміздің қандастарымыз, оралмандарымыз және туған жер жайында шығармашылық жұмыс жасайық. Эссе, өлең, әңгіме түрінде жазып келейік. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.